Mine jeniz kunarı. Жиналған ауылдастар, айналайын оқушы балаларым, міне бүгін Ұлы Отан соғысының біткеніне 73 жыл болды. 4,5 жыл соғысқан, сондай аласапыран заманды біз басымыздан өткіздік осы отырған көбі. Сендердің аталарың, бабаларың сол соғысқа қатысты бәрі. Соның арқасында отанымызды сақтап қалдық. Осы біздің ауылдан 200-дің үстінде адам соғысқа аттанған. Осы біздің ауылдан. Соның 104-і 96-сы аман келді. Қолынан жараланып, аяғы жоқ, қолы жоқ, көзінен деген сияқты сондай бүгедек болып. 104-і сол майданда қалды. 104. Оның бәрі мынау анау памятный неде жазылып тұр. Білесіздер, бұны 66 жылы осы мен қатысып, осы біз жасатқанбыз осыны. Сол кездегі адамдарды. Бүкіл осы біздің ауылда тұрғанның нелерін, соның анау марқұмдардың аты, жөні, есімі сонда жазылып тұр. Сондықтан айналайын, мынау жеткіншек балалар, сендер оны көрген жоқсыңдар, бірақ кітаптан оқып жатсыңдар, кинодан көріп жатсыңдар. Ол соғыс теңдесі жоқ соғыс болған. Қандай ауыртпалық, қазір айтып жатыр ғой, 26 миллион халық Совет одағында, онда Совет одағы СССР дейді. Содан соғыста қайтыс болған, қаза тапқан. Қанша адам ашаршылықтан қырылды, қанша қырғын соғыста қырылды, сондай өте алапат соғыс болды. Алла соны ел қайталанбасын, ондай ел болмасын. Сендердің бастарың Алла бермесін. Осы отырған мына апаларың, мына Ошан, біздер осы сол уақытта 15 жастар баламыз, үлкен адамдардың жұмысын жасап, бәрін сол әлгі тыл ветерандары дейміз, оған алған медалдарымыз бар, 15 жасымызда алған. Сонда еңбек еткендеріміз. Қазір біз жағы азайып қалдық. Сондықтан енді біз көрді осы көрін. Сендерге Алла ондай соғыс болмасын, көрсетпесін арып қалыпты. Оқуларың жақсы оқып, Қазақстанымыз деген қазір гүлденіп, түрленіп келе жатыр. 30 мемлекеттің қатарына қосыламыз деген елбасының сөзі бар ғой, соны білесіңдер. Қостаңдар, қолдаңдар, жақсы оқыңдар, жақсы азамат болыңдар. Өз отандарың осы Қазақстанның азаматтары болыңдар. Мынау біле, Виталий сияқты қандай жақсы өлең айтты, қандай жақсы баланы азамат. Рахмет айналайын. Сол сияқты сендер осы ауылымыздың мықты бір азаматы болыңдар. Оқуды жақсы бітіріп, осы біздің ауылымыздың көркін көтеріп, атағын шығара беріңдер. Соғыс болмасын, алдарында тұрған мынау әжелерің, апаларың, ағаларың, аталарың аман болсын. Содан үлгі алып, солардың тәрбиесінде өсе беріңдер. Оқуды жақсы оқыңдар. Мынау мектептің несіне барлық ұжымына рахмет айтамыз. Бізді шақырып, мынандай міне құрмет көрсетіп жатыр. Парад деген әлгі осындай не болып жатыр міне өз ауылымызда. Сондықтан мұғалімдер коллективіне рахмет айтам. Еңбектерің табысты болсын. Балалардың бар осы жақсы оқып, сендердің абыройыңыз көтере берсін. Келешектер зор болсын, аман болыңдар айналайындар. Рахмет. Al balalar.